Бүгін мен ағылшын курсына бара жатырмын. Мен уже английскийден шықтым. Қай кезде қолданатын he it сондай. Барлықтарыңа сәлем достар, қалайсыңдар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін мен сіздерді осы влогты көргеніме өте қатты қуаныштымын. Және де мен бұл влогты түсіріп жатырған себебім бүгін мен ағылшын курсына бара жатырмын. Сол себепті мен сіздерді өзімен бірге алып кеткім келеді. Процесс қалай болып жатыр, мен қалай английский үйреніп жатырмын, соны сіздерге бөлісетін боламын. Қызық болса, видеоны до конца көріңіздер. Ендеше кеттік. Достар, мен уже английскийге кетіп бара жатырмын. Так, бізде сағат уже 1:20 кетіп қалды. Вот, мен сабағым 2-де басталады. Мен осы дәптер ала салдым. Еще жазылған, бұрында мектеп кезінде английскийге қатысқан едім ғой. Вот соны тауып алып, соған жалғастыра берейін деген ғой. Даже менде ручка жоқ, ручканы мамадан сұраған соң. Соны кетіп бара жатырмын. Достар, сіздерге бір жағынан қаланы, бір жағынан английский оқу орталығында көрсетейін деп шештім. Біздің қала, автобус. Негізімен мына жерге де келгім келген осыған, бірақ бұлар жазда жұмыс істемейміз деді ма, сондай қылды. Вот, сосын қазір бірақ енді мен күн өте қатты ысылып тұршы, реально прям қайнап тұр. Бірақ мен негізі айтқам, таңертеңгі уақытқа английский барма деп, бірақ ол апай айтады, сенің деңгейіңмен тек әветкі уақытқа дейді, сосын жақсы дедім. Негізі мен таңертең либо кешке оқыған жақсы еді маған ше. Потому что әветкі 2-ден 3-ге шейін это прям қайнап атқан кез, оны әветтің кешкі уақытын. В общем, солай. Біздің қала достар, что. Мен жақындап қалдым английский, кстати. Міне. Уже міне, достар. Тиіп тұр ғой үйдің астына. Достар, мен келдім английскийге, бірақ кішкене ерте. Кішкене емес, бір жарты әлі уақыт бар, мен ерте келіп қойдым. Сол үшін кішкене далада отырайын деп шештім, таза ауада. Как раз еще мына жер көлеңке, біріншіден, екіншіден. Уақытым болды уже сағат 2. Мен уже английскийге кетіп бара жатырмын. Міне осы жер. Осы жерді білесіздер деп ойлаймын. В общем, міне кірейін деп жатырмын. Міне достар, еще осындай сіздерге қазір көрсете қойын. Бұл жерде туалет ванналар бар екен. Бірінші рет кірттім оларына. Еще осындай. Вау. Анаяқта сабақ болып жатқан сияқты, әлбетте деп. Жерде күтте тұру керек. Тағы да айна. Ұнап тұршы. Достар, енді мен сіздерге айтарым. Қазір сіздер енді, мен білмеймін аудиториям, студенттер қараймын, үлкен кісілер қараймын, но все же қандай жаста болсаңыздар да, сіз оқуыңыз керек. Және де білім алуды тоқтатпаңыздар. Жаз болсын, күз болсын, қыс болсын, ыңғайлы уақытын күтудің қажеті жоқ. Любой кезде бастауға болады деген сияқты. Білімнің ешқашан кеш уақыт болмайды деп мен уже кірейін деп жатырмын английскийге. Сол үшін давайте, достар, английский үйреніп жатырмын. Пока осындайды үйреніп. Мына жерде, оказывается, бұл страна, ал мыналар жаңағы адамның айтылуына бұлар ше, короче. Яғни мына жерде түсіндіре кетсем, жаңа таблица country дейтін бұл біздің жаңа страналардың аттары: Франция, Германия, Испания. Ал екінші таблица мысалы ол испанец, ол қазақ, ол орыс деген сияқты. Достар, мен уже английскийден шықтым. Көргендеріңізде мен кішкентай түсіріп үлгердім. Ондай бүгін қатты прям күрделі сабақ болған жоқ бізде. Өте повторение сондай болды и все. Бүгінгі сабақта біз просто жаңағы when, where, they, сосын жаңағы do да қай кезде қолданатын соның барлығын үйрендік. Үйрендік мен білем. Просто повторение болды. Вот. Мен осы жерде айтқым келетіні, енді мен бұл видеоны сіздерге английскийді менімен бірге үйренесіздер деген ойда мен түсіріп жатырмын. Сондықтан айта кетейін, енді менің видеоларым барынша английский болайын деп тұрған сияқты что-то. Do'ді біз дейтін жаңағы they,
way юға қолданамыз. Ал does'ды ол біз единственное число дегеніміз, яғни жаңағы she, he, it сондай. Ал they, way дейтін множественный число көпше түрде, соны біз doға қолданамыз. Осылай сіздерге білгенімді, үйренгенімді бөлісіп тұрамын. Сіздерге осылай қалай. Мысалы мен егер өйстіп бір блогер өйстіп бөлісіп отырсам, маған қызық болады еді тоже. Вот, сол достар, бүгінгі осылай. Бірақ мен қазір бір жерге бара жатырмын. Оны түсіремін ба, білмеймін, керек па, керек емес па. Қараймын, в общем. Мен уже үйге келдім, және де мен сіздерге осы огородты көрсетейін деп шештім. Біздің огородта клубника, малина, сосын жаңағы редиска деген сияқты өседі. Если хотите, мен могу огородқа обзор түсіруге, немесе қалай егіледі деген сияқты. Если қызық болса, комментария жаза кетіңіздер. Маған осындай вид ұнайды достар, қараңыздар, жасыл болып тұрған ше, прямандай сағат 8 болып, бірақ күні шығып тұр. Вот, сол қараңыздар, ешкілер кішкене бір ауылске байып түсіріп кеттім ба, жүріп кетір. Жүгіріп кетті. Ойбай. Достар, мен жұппайын. Достар, қорқыттыр. Даже тұрайындар. Сол достар. Сіздер не істеп жатырсыздар? Кәдімгідей ше, тау сияқты тұр, бірақ тау емес. Мен тау деп айта беремін. Міне жерге болар. Солай. Достар, бүгінгі мен влогым осы. Мен өз мәресіне жетті. Мен уже үйге келдім. Так, мен уже тамақ ішіп алдым. Жаңағы етінен жеп алдық мағабызырды. Сол, менмен бүгін болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахметімді айтамын. Сосын алда уақытта егер видео ұнап жатырса, комментария жазып, лайк басып ұмытпаңыздар достар. Сонымен тағы да егер ұнап жатса, комментарий жазсаңыздар болады. Мен тағы да английскийді түсіретін боламын. Тағы қандай сабақтар өтіп жатыр, қандай новый сөздер, сіздерге не қызық. Мен, оны сабақты мен прям процесін түсіре алмасам да, мен үйге келіп сіздерге не үйрендім, не новый нәрсе білдім, мен сіздерге соны бөлісіп отыратын боламын. Мысалға деймін да, сіздерге де пайдалы, мен сіздерге айтқан, как будто түсіндіргенім өзіме де тоже пайдалы. Айтады ғой, үйренгеннен, сен түсіндіргеннен, сен больше понимаешь. Сен түсіндірсең, сен өз білімімді бөліссең, сен осылай ғана, мен қалайтсам болады. Одан сайын жақсырақ запоминаешь дейді ғой, сондай, в общем. Жақсы, сонымен достар, көп рахмет. Лайк бассайық. Каналдар керек, сау болыңыздар достар.